Баршаңызға Милан қаласынан сәлем. Менің атым Марина Мамакова, менің каналыма қош келдіңіздер. Адам саны көп үлкен қалалардың тұрғындары үшін ең қолайлы қоғамдық көлік түрі метро. Милан қаласының метросы қандай? Қанша линиядан тұрады? Билеттің бағасы қанша? Жұмыс уақыты қандай? Барлық осы сұрақтарға жауапты осы видеодан таба аласыңдар. Милан метросы Италиядағы ең үлкен метрополитен, 1964 жылда ашылған. Басқарушысы АТМ, Azienda Trasporti Milanesi. Жер асты жолының жалпы ұзындығы 96,8 шақырымды құрайды. Қазіргі таңда Милан метросы 4 желіден тұрады. Бесіншісі М4 салынып жатыр. Көк метро желісі 2023 жылдың басында ашылады деп күтілуде. М1 немесе қызыл линия 27 шақырым бойы 38 бекеттен тұрады. Сесто Primo Maggioдан бастайды, Пагано станцияның кейін екі бағыт бойынша бөлінеді. Роа Фьера Милано және Бишелье. Туристер үшін бұл ең маңызды желісі, өйткені оның бекеттерінен Миланның негізгі көрікті жерлеріне жету оңай. М2 бекеттері мен пойыздарының жасыл түсімен тануға болады. М2 желі арқылы Милано Централе, Милан темір жол вокзалына оңай жетуге болады. Әрі қарай Милан Мальпенса әуежайына экспресс пойызына ауыса алады. М3 сары түсті желісі ұзындығы шамамен 17 шақырым 21 бекеттен құрылады. Алды Комассина, соңғы Сан-Донато бекеті. М5 күлгін түсті желісі 2013 жылдың ақпанында алғашқы жолаушыларын қабылдаған. Милан метросының ең соңғы желісі. Сан-Сиро стадионынан бастап Биньями бекетіне дейін жүреді. Бұл желі арқылы City Life Shopping Districtке жетіп қалуға болады. Күлгін метро желісі пойыздарға машинистер қажет емес, өйткені толық автоматтандырылған. Пайдалы ақпарат. Метро кіреберісінің алдында М әріпі және станцияның аты жазылған көрсеткіш белгісі бар. Шығу белгісі U7 деп көрсетіліп тұрады. Метро жұмыс уақыты шамамен таңғы 5:40-та басталып, кешке 12:30 шамасында аяқталады. Жексенбі және мереке күндері қызмет көрсету кейінірек басталады және кейінірек аяқталады. Билетті табакерия, темекі сататын дүкен, газет сататын киосктардан немесе әр метро бекетінде орнатылған билет автоматынан сатып алуға болады. Стандартты билеттің құны 2 евро, 90 минут ішінде жарамды. Бұл билетті автобуста, трамвайда, троллейбуста қолдануға болады. Билетіңізді сапардың соңына дейін сақтаңыз. 14 жасқа дейінгі балаларға жол ақысы тегін. Алайда сұрап қалған жағдайда қажетті құжаттарды көрсету керек. Контактсыз картамен қолданам деген жолаушылар қызыл сары компостер арқылы картасын соғып өту керек. Шыға берісте тап сол қолданған картамен соғып өтіңіз. Станциялардың көпшілігі келетін пойыздардың күту уақытын көрсететін жарық диодты экрандармен қамтамасыз етілген. Барлық бекеттерде және пойыз ішінде итальян және ағылшын тілдерінде хабарлайды. Сондай-ақ вагондарда пойыздар қозғалысының схемасы арнайы мониторларда бар. Милан метрополитанның барлық станциялары мен пойыздары ұялы TIM және Vodafone операторларымен қамтамасыз етілген. Абайлаңыз, жол ақысын төлемей билетсіз жолаушыларға 100 евро айыппұл салынады. Қажетті сілтемелерді инфобокста көрсетіп қоямын. Ал егерде сізге бұл видео қызықты және пайдалы болса, лайк басуды және менің каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет. Чао!